Баршаңызға сәлем достар. Бүгін асқабақтан дәмді суп дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен асқабақ қажет болады. Оның сыртын ашып, тазалап жуып аласыздар. Дәл видеодағыдай арасын кесіп шығасыздар. Каналды қолдау мақсатында тіркеліп, және әр апта сайын дәмді рецептерді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Асқабақтарды табаққа жайғастырып, чеснок және бір сәбізді қақ ортасынан бөліп саласыздар. 2 қызанақты турап саламыз. Кинза, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзды саламыз да, ішіне пиязды салып, бетін фольгамен орап қоясыздар. 200 градуста 45 минутта дайын болады. Асқабақ, сәбіз барлығы пісіп, жұмсарып шықты. Енді оларды блендердің ішіне саламыз. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып, қолдап отырайық. Өзіміздің қазақша контенттердің дамуына үлес қосайық. %10% сливки және табада қалған сорпасын құйып жібересіздер де барлығын жақсылап блендермен араластырамыз. Асқабақтан дәмді әрі пайдалы суп дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.